Сәлем балақай, бұл видеода буынға бөліп оқуды үйренеміз. Буынға дұрыс бөліп оқу үшін алдымен дауысты дыбыстарды анық әрі созып айтып үйрену қажет. А, ә, е, и, о, во, Ал дауыссыз дыбыстарды бұлай созбаймыз, тек анықтап айтып шығамыз. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, қысқа И, М, Н, Ң, Р, Л, К, Қ, П, Т, С, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, У. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды бірге қайталап алдық. Ал енді буынға бөлу жаттығуларын орындайық. Сөздерді буынға дұрыс бөлу үшін сөздегі дауысты дыбыстарды созып айтуымыз қажет. Мысалы, ма, та, ша, на. Дауысты дыбыс дауыссыз дыбыстың алдында келсе де, оны созып айтамыз. Мысалы, ақ, ит, от, он. Сөзді буынға бөлген кезде қателеспеу үшін дауысты дыбыстарды айтқан кезде қол соғып отыр. Мысалы, бо, та, қан, да, ла, лық, жай, лау, күз, жаң, бір. Видео сабақ ұнаса, каналға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпа.